Ассаламу алейкум, сіздермен Аяла тәттілері. Бүгін біз өте дәмді, өте жұмсақ медовый тортын жасаймыз. Осы рецептпен тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Осындай түбі қалың сотейникке бал, сары май және қантымызды салып араластырамыз. Осы массамызды орташа отқа қойып араластырып тұрамыз. Қантымыз, майымыз еріген соң үстіне 1,5 чайный ложка сода салып тағы да араластырамыз. Медовый тортымыз осындай янтарный цвет әдемі болсын десеңіздер, осылай отта көбірек ұстасаңыздар болады, бірақ өте көп ұстаудың қажет жоқ. Дәмі қышқыл болып кетеді. Осындай цвет болған кезде отты өшіреміз. Массамыз суыған соң үстіне 3 жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз және үстіне ұн қосып жұмсақ қамыр илейміз. Достар, осылай ұнды 2 бөліп салсаңыздар да болады. Сол кезде жақсы біркелкі иленеді. Осындай масса болады, яғни қолға жабысып тұратын масса болады. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Осы массамыздың үстіне пищевой пленка немесе пакетикті жауып, холодильникке 1-2 сағатқа қоямыз. Енді крем дайындаймыз. Қантымыздың үстіне ұн немесе кукурузный крахмал қосып, осылай араластырамыз. Үстіне сүтімізді, жұмыртқамызды қосып, тағы жақсылап араластырамыз. Осы массамызды орташа отқа қойып, үнемі араластыра отыра крем жасаймыз. Қыздар, осылай қоюланады. Осылай қайнаған кезде отты өшіріп, үстін осылай пакетикпен немесе пищевой пленкамен міндетті түрде жауып қойыңыздар. Осылай на контакт болып тұру керек. Сол кезде кремнің беті қатпайды. Енді 1-2 сағаттан кейін коржымызды алып, теңдей 5 бөлікке бөлеміз. Мен бұл жерде 26-28 дециметрде пісіргем. Сіздер 22-20 дециметрде пісіріп, 7-8 корж жасап, биік торт жасаңыздар да болады. Немесе осылай мен сияқты 27-28 дециметрде 5 корждан үлкен торт жасасаңыздар болады. Мінекей тортымыз өте жұмсақ. Коржымыз қолға жабыспайды. Осылай ұнды молдау сеуіп, біркелкі етіп жайып аламыз. Осылай мен сияқты шеттерін кессеңіздер де болады. Қызып тұрған 180 градуста 10-15 минут пісіріп алыңыздар. Міне қыздар, біздің коржымыз дайын болды. Әдемі көтерілді. Шеттерін алып, осылай блендермен езіп, немесе оқтаумен езіп, сыртына оформлениеға қолданамыз. Тортымызды жинаймыз. 2-3 қасықтан кремімізді салып, біркелкі етіп жан-жағына жағамыз. Менде бұл жерде 5 корж шықты. Крем сүну үшін өте көп, 5-6 сағаттың қажеті жоқ. 1 сағатта, 2 сағатта уже сіздің тортыңыз жұмсақ әдем болады. Осындай біркелкі етіп, жан-жағына жақсылап жағып шығамыз. Бағанағы блендермен езгілеген корждарымызды
осылай үстіне жандарына жағып шықсаңыздар болады. Міне достар, бізде өте керемет торт шықты. Менің каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Алда сіздерде өте дәмді, бір жасағаннан шығатын рецепттер шығады. Міне достар, біздің медовый тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді торт болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жасап кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.